Қоя жесең қой қалар, тарта жесең тай қалар. Тоя жесең не қалар дейді. Рас. Шынымен осыны оқып отырып, мен бір история, бір тарих есіме түсіп кетті да. Болған оқиға дейін үшін. Бір күні бір туысқан үйіне бардым. Сол туысқан үйіне барсақ, ауылда мамасы келген екен. Ауылдық жерде мамасы келген. Енді қалада білесіңдер ғой, мамасы келгеннен кейін не істейді? Ол мамасын алып, ой жүріңіз деп қалада неше түрлі жерлерге алып барады. Ал ол өзі квартирада тұрып жатқан туысқанымыз ғой. Сол мамасын алып барады. Магнум деген бар ғой, білесіздер ғой. Соның ішіне кіріп, ой мама ананы алайық, мынаны алайық деп, мамасы үндемейді, үлкен кісі бәрін салып үйге келді, бәрін пакеттермен әкеліп салып жатыр. Сосын кешке жақын тамақ шай ішіп отырсақ, мамасы бастады: өздерің квартирада жүрсіңдер, мынау алған заттардың ішін бәрін жаңа көрдім, 20 000 теңге ақша кетті. Ол кезде 2006 жыл ма, сол жылдар 20 000-ға сауда жасау деген ол көп ақша болған ол кезде. Сонда айтады, осы 20 000-ның ішінен дейді, көзге көрінері 10 килограмм ұн ғана дейді, болды. Қалғаның бәрі болмайтын дүниелер ғой. Журнал алған балаларына, раскраска алған, бір керек емес нәрселер. Сөйтеді де сосын мамасы осы, сен мына түрлермен сендер қалай үйлі боласыңдар? Қалай? Шамалы экономдасаңдаршы деп айқайлай берді. Сол кезде менің алдымда жаңағыдай өзінше болмаңдар, үйлерің болмағаннан кейін мынаның не керегі бар деп. Шынымен достар, біз өзіміз квартирада тұрып жүрген кезімізде де сөйтіп шалқып өмір сүргіміз келеді да, басқаларға бір күшті көрінгіміз келеді. Шынымды айтсақ, өмір сіздікі да, ол сіздің не жеп не қойып жатқаныңыз басқаларға ол бәрібір. Сондықтан пока үйіңіз жоқ кезде шалқып өмір сүрудің қажеті жоқ. Міне мынаны тағы бір оқыңызшы. Тоя жесең не қалар? Тоймай жеме деп айтпаймын, әрине, бәрін жеуіміз керекпіз, бірақ тартып жеуіміз керекпіз да. Экономдап, барынша экономдауымыз керек. Видеоны көріп жүрген азамат, әсіресе әйел адам болсаңыз, обязательно жұмыстан кейін істейсіз. Міндетті түрде магазинге кіріп шығасыз, нан аламын, сүт аламын дейсіз, айран алу керек, мысалға деймін да. Бірақ обязательно осы үшеудің қасынан міндетті түрде банан қосылып кетеді, автоматически алма қосылып кетеді, тағы да бір ойыншықтар қосылып кетеді, сағыз непотемен, копейка сияқты ғой. Бірақ соның бәрі копейка рубль беріп жүреді деп осыда бекер айтпайды. Сондықтан достар, шын айтайын, үйсіз жүрген азаматтар, шамалы тартылып жұмсаңыздаршы, ақшаны жинаңыздаршы. 1000 теңгеден экономдаңызшы күніне. Уже айына 30 000 теңге экономдайсыз ғой, былай қарап отырсаң. Ол 30 000-нің үстіне ол тағы да бірдеңе қосып, ары қарай жинақтай беріңіз. Жинақтаңыздар, шын үйлі болыңыздар. Депозит ашып қояды да, ашып қойғанман 5 жыл болды, ішіне дым теңге ақша салған жоқ, мақтанып келіп отырады. Ол мақтаныш емес, ол күйініш негізінде да, күйініш. Аштыңыз ба? Әдет қалыптастырыңызшы, жинақтау деген болды. Сонымен сіз жақсы болып кетесіз. Басында қиын болады, кейін оған үйреніп кетесіз, одан кейін соның кайфына кіріп кетесіз, шын айтсам. Кайфына кіріп кеткеннен кейін бітті. Үйлі болу точно сіздің жолыңыз болады. Аман болыңыз.